Баршаңызға қайырлы күн. 15 минутта ашытқысыз осындай томпақ пышный бауырсақ дайындаңыз. Алдымен біз 500 грамм айранға 1 шай қасық содамызды салып қоямыз, ол реакцияға түсе берсін. 800 грамм ұнға 1 шай қасық тұзымызды, 2 ас қасық қантымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Және де дайын болған сұйық массамызды құйып, үстіне 1 жұмыртқа, 35 грамм сұйық май жақсылап араластырып, жұмсақ қолға жабысатын қамыр дайындаймыз. Және де бетін 15 минутқа жауып қоямыз. Міне біздің 15 минут уақытымыз өтті. Қамырды осылай мен 2 бөлікке бөліп алдым. Бір бөлігінен 7 шелпек пісіремін. Екінші бөлігін осылай бауырсақ жасадым. Және қызып тұрған отты осылай күйдіріп алмай пісіріп аламыз. Видеоны лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Жасап көріңіз.